Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Жалпы біз әдетте қандай азық-түлік сатып аламыз және бұл жақтағы азық-түлік өнімдерінің бағасы қандай, соны көрсеткім келді. Онда бастайық. Біз әпкем екеуміз супермаркетке бардық. Біз ол жерге көлікпен бардық. Менің әпкем оператор болды. Енді күнделікті қажет заттан бастайтын болсақ, ол дәретхана қағазы. 12 дәретхана қағазы 2169 теңге. Біз сонымен қатар қол сүртетін майлықты да аламыз. Оның бағасы 855 теңге. Сонымен қатар тамақтанған кезде қолданылатын майлықтар бар. Міне осы майлық 183 теңге тұрады. Және осындай түрінен де сатып аламыз. Ол 287 теңге. Мен ұннан жасалған өнімдерді жақсы көремін. Бұл кептірілген тәтті нан. Біз арасында алып тұрамыз. Және оның бағасы 1194 теңге. Фильм көрген кезде осындай әртүрлі дәмдегі қытырлақ нандарды да сатып аламыз. Оның шамамен бағасы 415 теңге. Және де біз түріктің донерін жасағанды жақсы көреміз. Соған біз осындай лаваш сатып аламыз. Оның да бағасы 575 теңге. Мен круассандарды өте жақсы көремін. Бұл круассандар 300 теңге тұрады. Біз осындай сәбіз қосылған нанды жақсы көреміз. Оның 100 грамы 99 теңге. Ана жерден барып өлшеп аламыз. Ал енді сұйық майдың бағасын көрейік. 1 литрлік сұйық май 1439 теңге. Және де 5 литрлік май 3349 теңге. Біз консервадегі жүгеріні алып кейде салат жасаймыз, ол 849 теңге. Біз көбіне осындай кетчупты пайдаланамыз. Оның бағасы 839 теңге. Ас содасы 339 теңге. Және де тұз 130 теңге. Анам слайсты жақсы көреді, сондықтан сатып аламыз. Бұл нанның орнын алмастырады. Он міндетті түрде аламыз. Біз көбіне оны үлкен мөлшекте 25 килограммнан сатып аламыз. Ал енді етті көрейік. Біз етті супермаркеттен сатып алмаймыз. Себебі менің анамның апайы ауылда тұрады. Және сол кісінің малдары бар. Оның ұлының малдары бар. Біз соғымды солардан сатып аламыз. Соғым дегеніміз бұл қысқы ет. Қыс кезінде алатын ет. Яғни ол бір бүтін мал. Біз тауықты қазір өте аз пайдаланамыз. Тек қана тауықтың қанатын ғана жейміз. Және төс етін. Біз ірімшік өнімдерінде пайдаланамыз. Осындай қатты ірімшік. Біз кейде оны салатқа пайдаланамыз. Сонымен қатар осындай ақ ірімшік бар. Оны нанға жағып жеген өте жақсы. Және де осындай сары ірімшіктерде де бар. Мен ерітілген ірімшікті жақсы көремін. Әсіресе таңғы асқа өте жақсы болады. Йогуртты кейде көңілім қалаған кезде ішемін, әртүрлі дәмдермен. Сонымен қатар біз осындай сүзбені
сатып аламыз. Маған дәмі қатты ұнайды. Және әрине сүт, біз осындай сүт аламыз. Бұл Қырғызстаннан келетін 1 литрлік сүт. Біз оны пісіріп аламыз, себебі ұзаққа шыдамайды, тез ашып кетеді. Ал енді жұмыртқа, бұл жерде 10-10-нан сатылып жатыр екен. Біз әдетте өзіміздің білетін бір дүкеннен 30 данасын бірақ сатып аламыз. Ал енді майды көрейік. Біздің алып жүрген дүкендегі май, ойбай, мына май өте қымбатта кетіпті. Негізі дәмді май, және де осы майларда жақсы. Ал енді көкөністерге келейік. Сәбіз килограммы 177 теңге. Картоп килограммы 233 теңге. Мандарин, бізге осындай Пәкістаннан келген мандариндер ұнайды. Килограммы 849 теңге. Және де 40 қабат килограммы 147 теңге. Қызылша килограммы 245 теңге. Асқабақ килограммы 249 теңге. Және де пияз, осындай түрін аламыз. Банан килограммы 995 теңге. Және өте көп алманың түрі бар. Мен осындай айдарет деген алма аламын. Килограммы 699 теңге. Қызанақ және қияр бағалары өте қымбат, себебі қыстың күні қымбаттай түседі. Сұлы жармасы килограммы 249 теңге, және де осындай желбір кеспені жақсы көремін. Килограммы 1269 теңге. Сонымен қатар біз күрішті сатып аламыз. Күріштің килограммы 382 теңге. Және де қант килограммы 416 теңге. Және де круассандар мен тоқаштар. Менің сүйіп жейтін тоқаштарым. Әрине өзімді шектеймін, бірақ қандай әдемі қылып, сізді өзіне тартып тұратындай қылып жасайды. Бұл супермаркетте осындай түрлі дайын тағамдарды сатады, өздері жасап сатады, және бағасын көріп тұрсыздар. Жалпы қол жетімді, әрине олардың жасаған еңбегі бар, тағы да басқа шығындары бар. Мен тамақтарды түсіріп жүрген кезде сол жерде жұмыс істейтін кісі менің арнам жайында сұрап, сіздерге сәлем жолдады. Соны бірге көрейік. Жаннаттың каналы керемет. Аман болайық. Рахмет. Барлығымызға тек жақсылық алып келсін. Елімізге амандық, денімізге саулық, отбасымызға тек бақыт, бірлік, ауызбіршілік алып келсін. Ой, рахмет. Барлығымызға жалын сәлем. Аман болайық. Негізгі бұл супермаркетке келгендегі негізгі мақсатымыз, менің итім бар, Арни, жартылай неміс. Біз оған ет алуға келдік. Яғни жаңағы жасаған тамақтардан қалған еттерді олар осындай пакетке салып қояды, және бағасы да белгілі. Мен осыдан 3 пакет ет алдым. Біз өзімізге қажеттінің барлығын алдық, және төлеу процесі. Балжан апайым шығып келе жатқаныңды түсіріп алайын деді. Сонымен үйге қайттық. Сіздерге бүгінгі видео ұнады және ақпарат жағынан пайдалы болды деген үміттемін. Негізі маған сіздердің де, мысалы, сіздер әртүрлі мемлекетте тұрасыздар. Біздің супермаркеттегі бағаларды өздеріңізбен жалпылай салыстырып
сіздің мемлекетте қымбатырақ па, әлде біздің мемлекетте қымбатырақ па екен, соны жаза кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Мен үшін өте қызықты. Әрине өзіңіздің мемлекетіңізді, қалаңызды жаза кетсеңіз. Алдағы уақытта менен тағы қандай видеолар күтесіз, соны міндетті түрде астына жаза кетіңіз. Егер сіз қазақ тілін үйренгіңіз келіп, бірақ қажетті материалдарды табудан қиналсаңыз, онда сіздің назарыңызға менің қосымшамды ұсынамын. Ол жерде өте көп тегін материалдар бар. Жүктейсіз, тіркелесіз және сол жерден көп материалдарды аудиомен, транскрипциямен және аудармамен көре аласыздар. Жақсы, онда келесі видеоларда көріскенше, бүгінгі видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.